Так, бүгінгі ролигімізде аспалы газ қазандықтарының жиі кездесетін ақауының бірі бұл жылыту жүйесіндегі судың қысымы нөлге қарай азайып кете береді. Оны астан жаңа су құйғыштан құяды, бірақ күн сайын нөлге қарай құлап кете береді. Осы ақаудың себептерінің бірі ол мынау негізгі жылу алмастырғыштың тесілуі. Мінекей байқап тұрсаңдар, бірнеше жерінен тесілген, жалпы тозығы жеткен. Осы жерден енді астынан мынау горелкадан от жанаттағаны тесіктен аққан су оттың ыстығынан буланып, ары қарай ұржа арқылы далаға бу болып кете береді ғой. Енді тесігіне байланысты ол қатты тесілсе пештің астынан ағуы мүмкін, ал тесігі аз болса, онда пештің астынан ақпайды, бу болып сыртқа қарай кете береді. Сондықтан бұны көп адамдар байқамай қалуы мүмкін. Бұның тесіліп, су не үшін түсіп жатқанын адамдар іздеп біраз бас қатыруы мүмкін. Осындайда мінекей жылыту жүйесіндегі судың нөлге қарай құлап кете беруінің бір себебі осындай. Бұның енді жаңағы емі немесе жөндеу жолы осы жылу алмастырғышты жаңа жылу алмастырғышқа алмастырамыз. Себебі мына пластиналарды бұны пайкеге жарамайды. Себебі оны пайкелеу үшін пластиналардың бәрін бұзады, сөйтіп барып пайкелейді, ал бұл пластиналар бұзылғаннан кейін жылуды ұстамайтын болады. Жылудың бәрін, оттың жылуының бәрін осы пластиналар ұстап, ішіндегі ағып жатқан суға береді ғой. Ал бұны бұзып тастағаннан кейін ыстықтың бәрі далаға кете беретін болады. Сол себепті бұндай жерлер тесілсе пайкеге жарамайды. Ал енді мынандай шеті тесілетін болса, онда пайкелеуге, жөндеуге болады. Осылай ролик пайдалы болса лайк басамыз, пікір жазамыз, таныстарға таратамыз. Егер Шымкент қаласында осындай аспалы газ қазандықтарын жөндеу керек болса, онда телефон нөміріме хабарлассаңыз болады. 705 366 86 48.